Негізі профориентация мен сізге айтайын, уже 8-9-дан басталу керек. 8-9-дан бастап біз қандай әдістер қолданамыз? Ең алдымен баланың кішігірім икигайын анықтауға тырысамыз. Қалай? Икигай. Икигай. Бар ғой, яғни естіп Жапондық шығар, икигай әдіс. распаковка Иә, деген әрине, бар, әрине. японская философия. Жалпы бұл жерде енді хочу, могу, надо ли, money дейді ғой, төрт несі бар. Мен мұны қазақша өзімнің әдісім қолданамын. Қалау, бұл хочу, дұрыс па? Қабілет, баланың қабілеті. Қалау болуы мүмкін. Қазір бәрімізде қалау бар. Бәріміз бір нәрсе армандаймыз. Тіпті президент болуды армандаймыз, дұрыс емес па? Егер қабілет болмаса, бос сөз. Шаршайды адам деген. Қалау қабілет бар, жақсы, хорошо. Немесе кей кезде қабілет бар, қалау жоқ. Тоже робот. Әшейін істеп жатыр, через не хочу, ол белгілі шаршайды. Сондықтан да қалау қабілет маңызды. Үшіншісі, ол қажеттілік. Яғни надо ли. Қоғамға қажеттілік бар ма жоқ па істеп жатқан жұмысың. Төртіншісі қаржы. Яғни сені money дейміз, табыс алып келе ма бұл. Осы төртеуі бұл икигай дейміз. Қабілетсіз адам болмайды. Кез келген адамның қабілеті бар ма? Бар. Негізі, бірақ біз мәселе оны тани білу ғой. Мәселе дұрыс емес бағытқа ол қабілетсіз болып көрінуі мүмкін. Дұрыс емес па? Ал егер сол қабілетіне сәйкес қалау мен қабілет ескеретін болсақ, мен былай айтайын да, ешбір бала кешірім өтініп тупой емес. Кез келген бала тапқыр. Мәселені тани білу керек. Міне осы икигайден осы.